Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болатын балғын салатын дайындайтын боламыз, яғни свежий салат. Алдымен маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Алдымен бізге қызанақ, қияр, болгарский, қара бұрыш, лавр жапырағы, укроп, тұз қажет болады. Барлық керек заттарды төменге жазып қоямын. Барлық заттарды осылай турап алатын боламыз. Қазанымызға бірін кетін бірін салып шығамыз. Қазанымыздың астын жақпай тұрып осылай салып, барлық заттарды жақсылап араластырып алатын боламыз. Сосын қазанымыз қайнағанша қозғамауымыз қажет. Міне менде уже қайнап шықты, 20 минуттай қайнады. Енді үстіне бір қасық уксус құйып, жақсылап араластырып, уже міне пісті. Енді банкілерімізге сала береміз. Мен осылай банкіні уксус пен суды қойып, шайқап аламын. Жарты кесе суға 2 қасық уксус салып, шайқап шығамыз. Міне енді салатымыз сала беруге болады. Менде уже дайын болды. Қақпағын жақсылап жауып, бір күнге жылы жерге орап қоятын боламыз. Міне менде салатымыз дайын болды. Өте дәмді, өте күшті шығатын салат. Сіздер де дайындап көріңіздер. Келесі жолы менен қандай рецепт күтесіздер, төменге жазып кетіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.